Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі, қазақ халқы, құрметті Ақтөбе, Атырау, Павлодар, Өскемен облысының тұрғындары, су тасқынынан зардап шеккен тұрғындары, бауырларым, ағайындарымыз. Біз сіздердің қайғыларыңызға ортақпыз. Сіздердің басынан түскен Алланың сынағына ортақ болып отырып, Алла жеңілдігін берсін деп тілектеспіз иншалла. Мен кәсіпкер Шопанов Ғазиз Боранұлы, өзіме тиісті мына ғимараттан уақытша 100 адамға баспана беруге шешім қабылдадым. Ойлаймын, бұл шешімге өзім тәрізді әріптестерім, Қазақстан бойынша 300-ге жуық шипажайлар бар екен. Сол шипажайлардың басшылары да қосылады деп үміттенемін. 300 шипажай 100 адамнан қабылдайтын болса, 30 мың адамға баспана беруге мүмкіндігіміз бар екен. Құрметті әріптестер, осындай қиын қысты кезінде, халқымызға осындай үлкен сынақ түскен кезде, осы сынақты бірге жеңіл өткізуге жәрдемдесейік, қосылайық, баспана берейік, халқымызға қолдан келгенше жәрдем жасайық иншалла. Құрметті облыс әкімдері, Ақтөбе, Атырау, Павлодар, Өскемен, Астана облыс әкімдері, егер де қажет болып жатса, осы шипажайдан 100 адамға баспананы уақытша беруге мен дайынмын. Тізімдеріңізді жіберіп, қажет болған адамдарын жіберсеңіздер, біз қабылдап аламыз. Алла разы болсын. Ораза айында осындай сауаптан қалмайық, құрметті әріптестер. Алла жеңілдігін берсін.